Диктант мәтіннің жауабы. Диктант атауы тоғызқұмалақ. Яғни бірінші сөйлемде ешқандай тыныс белгі жоқ. Екінші сөйлемде бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша бар. Соның бірі тоғызқұмалақ дегенде. Одан кейін үшінші сөйлемде бірыңғай мүшелердің арасына қойылатын үтірлер бар. Мына мысалы күшті болуға, жылдамдыққа, табандылыққа баулайды дегенде бірыңғай мүшелер, яғни үтір арқылы жазылады. Келесі сөйлемде тоғызқұмалақ қазақ халқының ұлттық ойыны дегенде бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша бар. Одан кейін келесі сөйлемде 9-9-дан дегенде қос сөзде кездесетін, қос сөздің жазылуында ескерілетін дефис бар. Яғни қос сөздер дефис арқылы жазылады. Одан кейін тағы да тоғызқұмалақтан кейін сызықша қойылған, бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша. Келесі жалқы есім кездеседі. Абай деген жалқы есім, адам атаулары, жер-су атаулары, шығарма атаулары үнемі бас әріппен жазылады. Одан кейін 20-30 деген сан есім, яғни қос сөз ретінде жазылған, сондықтан да екі сөздің арасына дефис қойылады. Одан кейін келесі Мұхтар Әуезовтің оф, ев деген қосымшалар бар. Оф, евтен кейін қосымшаларды жалғаған кезде кейде бұлар ережеге бағынбайды. Мысалға, оф, ев деген орыс тілінен енген қосымшаларға қосымшалардан кейін тағы да қосымша жалғау үшін біздер түбірді қараймыз. Мысалға, Әуезовтың дегендегі сөзде түбірі әуез, яғни түбірдегі соңғы буын жіңішке болып тұр. Сондықтан да оф, евтен кейінгі қосымшаны да біздер жіңішке жалғаймыз. Мысалға, Әуезовтың, ал Әуезовтың деп айтпаймыз. Оф, евке қарамаймыз, оның алдындағы түбірдің соңғы буынына қарап жалғаймыз. Одан кейін шығарма атауы кездеседі. Абай жолы романның атауы, яғни ол тырнақшаға алынып жазылады. Газет, журнал, кітап атаулары міндетті түрде тырнақшаға алынып жазылады. Мінекей осы диктантта ескерілетін негізгі ережелер осы. Назарларыңызға рахмет.